Амастырма балар, қалдарын қалай? Балар, мынандай бір есеп қарастырайық. Темірден және алюминийден жасалған бөлшектердің көлемдері бірдей. Егер темірдің массасы алюминийдің массасынан 4 кг артық болса, онда осы бөлшектердің массалары қандай болады? Енді есептің шартының өзінде айтып тұр балар, көлемдері бірдей дейді. Сондықтан біз алюминий үшін көлемінің формуласын жазайық. Яғни массасын тығыздыққа бөлгенге тең. Одан кейін темір үшін жазайық балар. Темір үшін жазайық. Онда массаны, темірдің массасын темірдің тығыздығына бөлгенге тең. Бұл енді өзімізге өте таныс формула. Теңдіктің сол жағы тең, оң жағы да тең деп ары қарата өрнектеп шығаруымызға болады екен. Сонымен ем алюминий, ем темір, бірінші темірді жазайық балар. Ем темір бөлінген ро темір тең болады алюминийдің массасын тығыздыққа бөлгенге тең. Үшінші теңдеу. Енді есептің шартын ескере отырып, темірдің массасын алюминийдің массасы арқылы өрнектейік. Яғни ем алюминий қосу 4 бөлінген ро темірдің тығыздығы тең болады ем алюминий бөлінген алюминийдің тығыздығына. 3. Бірақ белгісіз болып қалды. Балар, енді осыдан ары қарата математикалық тәсілмен есептеп шығара береміз. Ешқандай қиындығы жоқ. Қосу 4 бөлінген ем алюминий тең болады темірдің тығыздығын алюминийдің тығыздығына бөле саламыз. Енді жеке-жеке бөлшек түрінде жазсақ, сонда 1 қосу 4 бөлінген алюминийдің массасы және темірдің тығыздығын алюминийдің тығыздығына бөлеміз. Бірді теңдіктің оң жағына шығарайық. Сонда 4 бөлінген алюминийдің массасы тең болады ро темір бөлінген ро алюминий алу 1 болады. Ортақ бөлімге келтіріп жіберейік. Ықшамдап. Мұнда бөлімінде алюминийдің тығыздығы, алымында темірдің тығыздығынан алюминийдің тығыздығын алып тастағанға тең екен. Енді осы жерден балар алюминийдің массасын өрнектеп шығарып алуымызға болады ғой. Бәрі белгілі. Сонымен 4 көбейтілген ро алюминий темірдің тығыздығынан алюминийдің тығыздығын алып тастағанға тең. Міне соңғы формуланы қорытып шығардық. Енді орнына қоя салайық балар. Бұл жерде балар 4, енді бірлігін жазайық, 4 килограмм ғой бұл жерде. Көбейткен алюминийдікі 2700, 2,7, оның 3 дәресі килограмм бөлінген метр куб. Темірдікі 7,8, алюминийдікі 2,7, дәрежесімен бірлігін жақсан сыртына шығарып жіберейік. Килограмм бөлінген метр куб. Сонымен килограмм бөлінген метр кубпен 13 дәресімен 13 дәресі қысқарды. Сонда бізде тек қана 4 көбейтілген 2,7 бөлінген 7,8-ден 2,7-ні алса 5,1, 5,1 килограмм. Осындай бір қарапайым формула шықты. Сан шықты. 4-ті көбейтем 2,7-ге бөлемен 5,1-ге 2,1 килограмм екен. 2,1 килограмм. Сонымен алюминийдің массасы 2,1 килограмм болды. Темірдікі 4 килограмм артық. Сон 4-ті қоса саламыз. Сонда 6,1 килограмм болды. Жауабын жаз қойық. Жауабы алюминийдің массасы 2,1 килограмм болса, темірдің массасы 6,1 килограмм болды. Осымен сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.